Сәлем, Дилназ. Сәлем. Барлықтарыңызға сәлем. Перизат ханым қосылып жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Үйдемін. Өте қуаныштымын сізбен кездескеніме. Мен де Осы эфирде болсын. Осы кезге дейін сіздің тікелей эфирларын, сіздің парақшаңызды, сосын интервьюларыңызды көріп, сізбен әңгімелескіміз келетін. Ортақ танысымыз бар екен, Инстаграмда Аида Баян деген қыз. иә. Жазып, Перизат ханыммен бізге тікелей эфирға шығуға сөйлесіп берші деген кезде айтқан. Өзіне жазсаң, ол кісі ашық, өзі жауап бере береді, айта береді деп. Сосын жазып едім, сіз келіскеніңізге өте қуаныштымын. Рахмет. Мен есімім Жұлдыз, сізбен алдында танысқандай. Біз 41-ші үй парақшасын жүргізуге тырысып жатырмыз. Қазақ тілінде теңдік туралы, қоғамдағы әртүрлі мәселелер туралы. Астана қаласының жастары болып, кішкене осындай қоғамға сәл де болсын, екі-үш адамға болсын пайдамызды тигізгіміз келеді. Сондықтан сізге бірден жаздық. Барлықтарыңызға сәлем, қосылып жатқан адамдар. Мен журналист емеспін, бірақ бастап көрейін әңгімені. Бәрі болады, сондықтан түк қысылмаңыз. Бәрі анда мені журналистер сұхбат алуға қорқады негізі. Сіз сұрақтарымызды менсінбейсіз деп. Мен даже менсінбесем де үндемей отыра берем, бетке айтып тастамай болады. Рахмет. Қоя бермеңіз, ашық жарқын әңгіме болсын, андай официально. Иә, жақсы. Мен алдында сіздің осы интервьюға келіскеннен кейін дайындалып жүрген кезде сіз өзіңізді бірден мен феминистпін, мен гуманистпін деп ашық айтады екенсіз. Соған қызықтым. Көп адамдар олай айта бере алмайды ғой. Сізде туылғаныңыздан бастап үйіңізде солай тәрбиеледі ма? Теңдік болу керек, сен өзің тұлғасың, құқықтарыңды қорға, құқықтарыңызды үйретіп. Жоқ әлде белгілі бір жасқа келгенде, өмір көргенде сондай шешімге келдіңіз бе? Жалпы феминизм деген сөз осы кейін пайда болды ғой, соңғы бір 3-4 жылда пайда болды. Оған дейін мен жаңағы америкалық баспасөз, америкалық медиа арқылы білетінмін, ол сөздің бар екенін, ондай проблеманың бар екенін. Сосын өзімді феминистпін, сосын Баян Мақсатовнаға айтатынмын, сіз феминистсіз негізі деп. Ол айтатын, ойбай, нет, только не феминизм деп. Олар ол кезде әлі қазақтар ондай ақпаратқа дайын емес еді феминизм дегенге жалпы. Мен феминистпін десем, барлығы біртүрлі қарайтын, ол не ол феминизм дегенде, ол еркектерді жек көретін адам ба деген сияқты қарым-қатынаста болатын. Бірақ қазір енді біртін біз түсіндірдік феминизм деген не екенін, қайдан келгенін, қандай мақсаты бар екенін. Ал үйде бізде ол бір айтпас едім, жаңағы сен еркінсің, сен құқылысың деп өсірген жоқ, бірақ бізді былай өсірді. Әке шешемнің мен сол үшін көп алғыс айтам әке шешеме. Балам, өзің білесің, ол сенің өмірің. Ары қарай бұл өмірге сен өзің жауап бересің. Біз сені тудық, өсірдік, 18-ге дейін аман есен денсаулығыңа, жаңағы ар ұятыңа, намысыңа, абыройыңа ештеңе нұқсан келтірмей өсірдік. Енді ары қарай бұл өмірге сен жауап бересің деп жауапкершілікті өзіме артқаннан кейін менде бір сондай бір еркіндік болды көп нәрседе. Өз қалауымды істедім қашанда. Әке шешем ешқашан кедергі болған жоқ. Бар айтқаны, балам, бұл өмір сенікі, өзің жауап бересің, сондықтан мықты бол деді, болды. Ары қарай кейін өзім ойлап қарасам, жалпы осы феминизм ұғымына қалай келдім, басқалардан неге басқаша тәрбиелендім деп ойласам, мен өзі оқыған кітаптарымның өзінің бәрі тұнған сондай бір феминизм, әйел құқығы деген нәрселер екенді. Мысалы, Мүсіреповтен бастап, бізге әрине мектепте, университетте ондай нәрсені үйреткен жоқ, бұл феминизм туралы кітап деп. Бірақ кейін оқып қарасаң, астарында олар мүмкін феминизм деген ұғымды білмеген шығар. Бірақ салатын ойларының барлығы сол адамның құқығы, адамның сыйлау, адамды құрметтеу, адамның өмірін құрметтеу, адамның қалауын құрметтеу деген нәрсені сіңіріп келген екен. Содан бастап әйтеуір енді мен өзім айтамын, бұл адам деген үлкен мозаика, ол мозаикалардан құралады, ол ата-анадан бастап, тәрбиеден бастап, геннен бастап, оқыған кітабымыз, араласқан достарымыз, көршімен бір ауыз сөз, дүкендегі сатушымен бір ауыз сөз, соның бәрінен адам жайлап құрала береді. Құдайға шүкір,
сөйтіп құралды осылай. Жақсы екен. Жаңағы сөзіңізге байланысты неге адамдар сіз феминистпін дегенде де сізде комментарийлер жазатын шығар, иә, ол не деп, немесе саған не керек, күйеуге шыққансың, бала шағаң бар, жұмысың бар деп. Қоғамда неге феминист деген сөзден қорқады, тіпті өздерін феминизм дұрыс деп ойлайтын қыздардың өздері мен айналамда мен феминистпін деп айтуға ұялады, қорқады. Демонизировать етіп жүрген ол сөзді. Енді бізге көрдіңіз бе, ақпараттық көздері дұрыс таратпаған ол нәрсенің барлығын. Ең басында әкелген кезде феминизм деген ол еркектерді жек көретін әйелдер деген ұғыммен алып келді де. Ол мүлдем ондай емес. Феминистер ешкімді жек көрмейді. Олар тек өздерінің құқықтарын қорғайды. Мен адаммын, мен әйелмін. Мен сөйлеуім керек, мен өзімнің қалауымды істеуім керек, мен жүріп тұра алуым керек, мен жұмыс істей алуым керек, мен өзімнің тәніме қатысты жауапкершілікті өзімде болу керек деген жаңағы құқықтарын қорғағысы келеді. Бірақ ол құқықтар ұнамайтын адамдар оны жаңағы бұлар еркектерді жек көреді, бұлар күйеуге тиюді қаламайды, бұлар бала табуды қаламайды, бұлар отбасылық өмірді қаламайды деген сияқты жаңағы қазақтың дәстүріне қарсы деп әбден сіңіріп тастағаннан біздің қазаққа ол нәрсені сіңіру өте қиын болып жатыр. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе осы, жақында мен ол туралы ылғи тікелей эфирде барлығында айтам. Біз сол феминизмді қалай ақтап аламыз деп жүрсек, 8 наурызда Алматыда марш өткен кезде оны таза ЛГБТ менен байланыстырып тастады. Бұл феминизм маршы деп бастады да, соңы ЛГБТ-ның туымен бітті де, и халық енді қазір феминизм тең болады ЛГБТ деп ойлап жатыр. Ол мүлдем феминистердің барлығы ЛГБТшник деген нәрсе емес, ЛГБТ-ның бәрі феминист деген нәрсе емес. Сол нәрсені ұғына алмай жатыр халық. И мен соған кішкене қарным ашты. Біздің қаншама жылғы мен, Айна, Сая, Динара барлығымыз осы неше жыл бойы феминизм ұғымын түсіндіріп халыққа енді бір жайлы жағын көрсетіп келе жатқан кезде олар келді де барлығын төңкеріп жіберді. Кішкене сол жағы кішкене торымызға қойып тастады қайтадан феминизмді. Алысқа бармай-ақ, менің өмірімде де алдында ноутбугым сынып тікелей эфирге сторисқа салған едім, кім көмектесе алады деп. Өзімді мені жеке өмірде танитын адамдар, жігіттер жазады. Бірақ мен көмектесе аламын, бірақ сендер феминисткалар еркектерден көмек қабылдамайтын шығарсыңдар деп. Сондай сияқты. Немесе өзіме келсек, маршқа байланысты қанша теңдік үшін осылай деп жазғанның өзінде маршқа баруға батылдығым жеткен жоқ. Кішкене әлі де тіпті менде қорқыныш бар да, кейбір кездері осылай ашық сөйлеуге. Сондықтан адамдарда одан да үлкен шығар. Немесе феминисткалар, лесбиянкалар, олар отбасы құндылықтарына қарсы деп көп айтады. Алдында Молдияр мырзамен тікелей эфир жасағымыз келді, Еркебеков танысамыз. Біз осы тарихта қыздардың қазақ қоғамында тарихта қыздардың қалыптасуы туралы сөйлескіміз келген еді. Сізден де кімге осы эфирде сұхбат берген кезде Тимур Балымбетовтың сұхбатында ғой деймін, сіз кішкене айтасыз, қазақтың қоғамында тарихта да қыздар жауға шапқан, басқарған, осындай теңдік болған деп. Қай кезде осы мен өзім тарихты білмеймін, қай кезде біз кішкене өзгеріп кеттік, қазақтың қыздары бір саты төмен тұру керек, олар үйде отыру керек, ешқандай құқықтары жоқ дегенге қашан келді, қалай келді, ол білесіз ба? Мен жақында Гүржістанға барып демалып келдім ғой. Бір таксист екеуміз сөйлесіп қалдық, сол саясат туралы сөйлесіп кеттік та, сосын айтады, сенің ұлтыңның да, менің ұлтымның да бір ғана проблемасы бар бұл тарихта дейді. Екеуміздің де ұлтымыздың бір ғана проблемасы ол Ресей империясы дейді. Біз сол қалай Ресейге қосылдық, ол жаңа 70 жылдық бодандық емес, ол кәдімгі анау 3 жылғы орыс патшалығынан басталған тарихтан бастап, олар бізді ішімізден құртуға тырысты. Іштен құрту деген не ол? Отбасыға іріткі салу. Өйткені біздің бәріміздің жағы әдемі сөзіміз бар ғой, мемлекет дегеніміз ол шағын отбасы. Отбасыдан басталады мемлекет деген ол сол отбасы деген мемлекеттің кірпіші деп айтамыз. И ұлтты құрту үшін просто еркек пен әйелдің арасына от салу керек болды. Біреуін төмен қылу керек, біреуін жоғары қылу керек, біреуін құл иеленуші қылу керек, біреуін құл күң қылу керек. Сол кезде ол отбасы емес, ол тек қана бір бірлік қана болады да ол.
и сол нәрсені біз ақыры түсіне алмай кеттік. Оның барлығын әдемі саяси ойындарменен кіргізген кезде, бұл сендердің салттарың, бұл сендердің діндерің деп кіргізген кезде, діннің өзін дұрыс емес, қате насихаттаған кезде, бізге ана дүмше татар молдалары келіп, шала оқып келген молдалар жаңағы келіп насихаттаған кезде, қатын деген ол бір саты төмен тұру керек, әйел деген жалпы ешқандай құқығы жоқ деп көп нәрселерді енгізген кезде, бізде мүлдем ауысып кетті. Қоғамның санасы ауысып кетті. Оған біз қазір кінәлай береміз, біздің еркектеріміз андай, біздің еркектеріміз мындай деп. Олардың барлығы сол үлкен тарихтан келе жатқан геннен қалып қойған нәрсе ғой. Оның бәрі енді шығып, енді кішкене естерін жиып жатыр. Сондықтан біз сол тұста үлкен қатты сүріндік деп ойлаймын өзім. И сол саяси ойындардың кесірінен мынандай бір үлкен әңгіме бар. Баяғыда Ресей империясы жаңағы қазақ жерін енді жаулау керек қой, бұл деген үлкен, мынау Орта Азия елдеріне деген үлкен есік та кәдімгідей. Сол кезде экспедиция жіберген бірнеше рет. Сол кезде бір экспедиция келеді де, қыстың күні келеді де, көреді де кетіп қалады. Сосын жаңағы патшаға барып айтады, патша сұрайды, қалай екен қазақтар, қалай өмір сүреді екен, қалай жаулауға болады екен. Сосын айтады, ой, биыл қыстан қалмайды, аналар қырылып қалады екен. Бір кигіз үйдің ішінде отыр, бір қатқан ет жеп отыр, жаңа суретті айтып отыр ғой. Қатқан ет жеп, кигіз үйдің ішінде опыр-топыр болып отыр, биыл қыстан қалмайды деп жаңағы айтады. Сосын патша жарайды, онда жазда барып көрейік қырылып қалғанын деп. Сосын жазда тағы экспедиция жібереді. Сосын экспедиция қайтадан келеді. Мыналар өлмейді екен. Жатыр, ішкен қымыз ағып жатыр, теңіз болып, ет андай тау болып үйіліп жатыр, мынау халық өлмейді дегенде. Олардың жаңағы ұстанған саясаты екі нәрсені жою керек қазақтан дейді. Ол малды жою керек, сосын отбасын жою керек дейді. Сөйтіп ол екі мақсатына да жетті олар. Өкінішке қарай, ана Мұхтар Мағауин да Сары қазақта жазады ғой, аға мен бауырды бір-біріне қарама қарсы қойды, әке мен баланы бір-біріне қарама қойсы, әйел мен еркекті бір-біріне қарама қарсы қойды, қыз бен жігітті бір-біріне қарама қарсы қойды. Сен төменсің, сен жаңағы биіксің, сен жоғарысың, сен құқығың көп, сенің аз деп. Ең әуелдегі біздің Алла берген құқығымыздың тең екенін, адам ретінде жаратқанын барлығы аяқ астынан ұмытып кетті. Аяқ астынан емес, ол әрине жаңағыдай тарихи Авертон терезесі дейді ғой, ол кезде ондай теория емес, ол Авертон терезесі арқылы бізді біртін құртты, өкінішке қарай. Әйтпесе қазақтан асқан гуманист халық болмаған, қазақтан асқан феминист халық болмаған. Феминизм деген сөз жоқ кезде, гуманизм деген сөз жоқ кезде қазақтар сол ұғымның бәрін білген, адамның құқығын өте қатты қорғаған қазақтар. Жеті жарғының өзін қараңыздаршы, ол үлкен кәдімгідей үлкен қалаймыз, ар кодексі ғой, ар кодексі кәдімгідей, адами кодекс. Сол нәрсенің бәрінен өкінішке қарай айырылып қалдық. Әйтпесе тарихта да жазады, алашордашылар қазақ қыздарын білім алуға, олардың құқықтарын тағы басқа. Қазір оны айтылмайды, өкінішке орай. Яғни діннің ешқандай қатысы жоқ, өйткені көп андай. Діннің әсері бар, бірақ оны жаңағыдай дұрыс тәржімаламағаннан. Әйтпесе дін, ислам діні әсіресе ол ең таза, ең әділ дін. Адамның құқығын қорғап берген. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейін арабтар өздерінің қыздарын көметін болған. Өйткені қыздан жаңағыдай күш қайрат жоқ, қыз еңбек ете алмайды деп, қыздарын тірідей жерге көміп тастайтын болған, өлтіріп тастайтын болған. Ал Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келіп, жоқ, қыз бала деген ол бала, ол адам, керісінше қызың көп болса, сенде береке болады, байлық болады, бірлік болады деп, керісінше бүкіл нәрсені қайтадан жаңағы әйелдерге құқық берген, ажырасқан әйелдерге құқық берген. Енді көп нәрсені сол ислам діні әкелді ғой, бірақ оны дұрыс тәржімаламады бізде. Өкінішке. Көп адамдар өйткені сол дінді жамылады, дінде әйел адам бір саты төмен тұру керек, қабырғадан жаратылған деп, соның бір басын ашып алу керек сияқты, олай емес деп. Бізде заңғы, мен қарадым, заң тұрғысында жоқ сияқты, сондай дұрыс емес бағытта уағыздарды айтатын имамдарды жазалау немесе оларды көрсетпеу деген сияқты. Яғни әр адам қалай айтқысы келеді, солай білім бере береді мешіттерде, тағы басқа жерде. Өкінішті сондай.
өкінішке қарай солай, оның бәрі реттелмеген. Өйткені көрдіңіз бе, енді біздің билікте отырғандардың өзі діннен ешқандай хабарлары жоқ олардың. Олардың барлығы сол шала молдалар барлығы. Қалай деп айтсам екен. И вот сол нәрсенің барлығы ол заңдық тұрғыда қорғалмағаннан кейін бізде хаос та, ол жағынан келгенде бізде үлкен хаос. Ал сіз өміріңізде көрдіңіз бе, мысалға мен білемін, сіз қазақ әдебиеті мұғалімінің мамандығын бітірдіңіз, одан кейін сценарист болып істеп жүрсіз, қазір редактор болып көптеген киноларда, басқа да актерлармен араласып телеканалдарда жұмыс істейсіз. Сол жерлерде дискриминация болды ма? Жоқ, сен қызсың, сен сценарийің болмайды, немесе біз ер адам сценарист табамыз деген сияқты дискриминациялар? Менің өз басымда ондай ешқашан болған емес. Білмеймін, мүмкін менің жолым болған шығар әріптестермен қарым-қатынаста. Ешқашан сен қыз болғандықтан сенің сценарийің жарамайды деген ешқашан болған емес. Уже 2010-нан бастап, міне биыл 11-ші жыл ма, жалпы медиа саласында жұмыс істеп жатқаныма бір рет әйел ретінде құқығым тапталған емес ешқашан. И сол жағынан маған көбісі айтады, сенің құқығың ешқашан тапталған жоқ қой, сенікі не өрт деп айтады. Бірақ мәселе ондай емес қой. Мен қоғамның дұрыс болғанын қалаймын. Менің ертең баламның өсетін қоғам дұрыс болғанын қалаймын. Жылап жатқанын, құлап жатқанын, сүрініп жатқанын, ол мені шектемегенмен, менің қасымдағы көп қыз-келіншектердің қалай шектетілетінін көремін мен, мысалы. Харасментті өте көп көремін. Медиа саласында мен ылғи айтам қыздарға, байқаңдар деп. Енді мынау жұлдыз ағаларымыз, інілеріміз өздерінің жұлдыздығын пайдаланып қыздарға көп қырындап қою, көп емес, артық қырындап қою, ол әзілдері, олардың ойынша әзілдері шектен шығып кетіп жатуын мен өте көп кездестірдім. Сол үшін площадкада қырылып қалған кездеріміз болды, кәдімгідей съемканы срыв бола жаздаған кездер болды. Сен неге олай айтасың, біздің арам ойымыз болған жоқ деп. Мен көріп тұрмын ғой оны, енді қалай жасырады, мен көріп тұрмын, ол көз алдында болып тұрған нәрсе, өздері соткаға түсіріп оны мәз болып тұр деген сияқты. Сондай нәрселерді көп көрдік, қырылдық, кәдімгідей. Қазір енді біраз реттелген сияқты, но дегенменен ол мен енді барлық съемочный площадкада жоқпын ғой, ол мен бар жерде ондай жоқ, но өкінішке қарай ондайлар өте көп. Біздің қоғамда оның үстіне айтылмайды. Ешкім, мысалға ондайға тап болса да, адамдар айтпайды. Маған осындай харасмент жасалды, немесе... Ол білмейтін харасмент екенін өйткені. Ол қалыпты нәрсе деп ойлайды ол. Мысалы, егер де арыз беріп жатса, қыздардың өздерін кінәлайды, сен өзін осылай істедің деп. Осы айтқаныңызға байланысты мен екі сұрақ жазып едім. Біріншісі, жаңағы неліктен, мысалға маған да айтады кейбір достарым, сен үйде зорлық-зомбылық көрген жоқсың, толық отбасыдансың, жұмысыңды істеп жүрсің, оқуыңды бітірдің, тағы басқа, не үшін саған осы мәселені көтерген қызық деп. Сізге де солай айтады екен. Неліктен адамдар ондай дискриминация көрмесе де өмірлерінде, осымен барлығын осы мәселе мазаландыру керек, барлығына осы мәселе қызықты болу керек, осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Отчаянные домохозяйки сериалын көрдіңіздер ме? Үзінді бар. Екі жігіт есігінің алдына фонтан орнатып қояды. Ана фонтан енді шулап, жаңағыда ұйқы бермейді адамдарға. Сосын енді түрі онша емес фонтан еще өзінің. Сосын оларда тұрғындардың корпоративі бар да, солар жиналып бұл фонтанды алып тастауымыз керек деп. Сосын айтады, дауысқа салайық онда дейді. Алып тастаймыз дегендер алып тастайды, көтерсін, алып тастамаймыз дегендер қолдарын көтеріп. Сосын 1-2 күн ойлануға уақыт береді. Сол кезде бір әйел болады, Линетке айтады, сен егер алып тастайтындардың қатарына кірмесең, ананы, біз сенің үйіңнің алдында тұрған балаларына үй салып қояды ағаштың үстіне. Домик на дереве деп айтады ғой өзі американецтер. Сондайыңды біз сындырып тастаймыз. Онан да сен біздің қатарымызға қосыл дейді. И Линет басында жігіттердің жағында болғанмен, ол аналарға өзінің үйін бұзып тастамау үшін аналарға қосылуға мәжбүр болады да. Сонда ғой, біз ойлаймыз, ол мәселе маған ешқашан
келмеуі мүмкін деп. Иә. Бірақ бір күні әйтеуір басымызға түседі ондай нәрсе. Ол тура өзіміздің басымызға түспеуі мүмкін. Ол сіңіліміз бар, әпкеміз бар, жеңгеміз бар, анамыз бар. Әйтеуір бір күні біреуінің басына түседі. Болашақта 7-ші ұрпағымызға мүмкін басына түсетін шығар. Иә. Бірақ ертең ұрпағының бетіне тіке қарау үшін мен бұл нәрсемен күрестім, мен бұл нәрсеге өз үлесімді қостым деп айта алу үшін қазірден бастап қимылдау керек деп ойлаймын өз басым. Мен жалпы айтып отырмын ғой, сол менің жаңағы жиенім бар өсіп келе жатқан 10 жаста қазір. Қызым бар 5 жаста өсіп келе жатқан. Одан басқа қаптаған сіңілерім бар, неше түрлі достарымның қыздары бар. Мен солардың болашағы дұрыс болғанын қалаймын. Олар осындай дүмше ешкімнің құқығын қорғамайтын, ешкімнің жаңағы қалауын мен санаспайтын қоғамда өскенін қаламаймын. Олар өзіне сенімді болғандарын қалаймын. Олар Шыңғысхан айтпақшы, қара теңіз бен сары теңіздің ортасына алтын жез құмыра ұстап өткен қыз не өзінің құмырасына, не өзінің арына қорықпайтындай болып өткенін қалаймын деп өткен. Сөйтіп айтқан. Ойлаңызшы, анау нешінші ғасыр, 11-ші ғасырда. Ал біз әлі күнге дейін сол нәрсеге жете алмай отырмыз. Біз қазір баламызды есіктің алдына жіберуге қорқамыз. Мысалы, аулаға қасына бір адам күзетші барып отыруың керексің, бет қарап. Өйткені қорқасың, адамдардан қорқасың кәдімгідей. Ал мен қалаймын сондай ортада өссем екен деп ойлаймын, балаларым қорықпай, барып ойнап кел, барып кітапханаға барып кел, достарыңмен сөйлесіп кел, араласып кел, киноға барып кел деп қорықпай жібере алатындай қоғамда өскенін қалаймын. Ал үшін бізге тек қана адамды жақсы көріп, адамды сыйлау керек болды. Қоғам қауіпсіз болған өмір сүруге. Осыған байланысты қалай қызыңызды, жиеніңізді қалай тәрбиелейсіз, қандай тәрбие бересіз, не деп айтасыз? Мысалы, кешіріңіз, айтады, феминист әйелдер балаларын, қыздарын еркектерден жоғары болуға тәрбиелейді деп айтады, еркектерді жек көруге тәрбиелейді деп айтады. Сіз қалай тәрбие бересіз? Ол өтірік екенін дәлелдеп беріңізші. Адамдар көп солай жазады. Білмеймін, мен балама ешқашан сен біреуден артықсың деп айтқан емеспін. Айтам, сен ерекшесің, сен менің баламсың, сені Алла бізге үлкен идеямен жіберген, сенің өмірде өзіңнің орның бар, сен ақылды боласың ба, тентек боласың ба, сұлу боласың ба, жоқ бір басқа бір ғылымды меңгеретін керемет кемеңгер боласың ба, әйтеуір өзіңнің орның бар. Бірақ сен басқадан артық емессің, бірақ сен ешкімнен кем емессің, сен просто ерекшесің, басқасы болды. Көшеде де мысалы балалармен конфликт болып қалады, мысалы біреу ана жолы осы жақында жүгіріп келді, бір ер бала немен ағашпенен бүйтіп қылыштасып ойнап жүрген ғой, жоқ, Гарри Поттер болып ойнап жүрген, соған жаңағы неме тәгі сиқырын айтам деп баламның бетінен ұрып қапты, мына жерін сызып кетті. Балам жүгіріп келді, мені ұрды деп. Сосын мен айттым, балам ол әдейі істеген жоқ біріншіден. Сосын ана баланы шақырып алдым да айттым, балам сен көріп тұрсың ғой, сенің қолыңдағы ойыншық екінші адамға зиян келтіріп тұр. Сондықтан ол ойыншықты тастаңдар да басқа ойын ойнай қойыңдар, деп. Сол қойды, екеуі ары қарай ойнап кетті мысалы. Сондай бір қалай десем екен, арасында үлкендік танытып, кішкене сабырлыққа шақырып үйретсең, ой, жаман неме, все, ой, мальчики все хулиганы деп мен мысалы жаңағыда ана жерде сөйтіп посыл жасасам, онда ол ер балалар жаман деп үйренер еді. Ер балаға жоламай, ер баладан алыс ұстап, ер балалармен ойнамауға тырысатын еді. Мен оған олай емес, ол әдейі істеген жоқ саған, просто байқамай тиіп кетті. Но болашақта олайнан тимеу үшін сен ойыншықтыңды тастап, басқа ойын ойнаңдар дедім, болды. Просто әр ситуация әрқайсында әртүрлі, сол кезде просто сабырлықпен шешуге тырысу керек. Жаңағыдай өтірік намысқа тырыспай, өтірік жаңағы жалған бір ашуменен басып кетпей, сабырменен шешуге тырысу керек деп ойлаймын. Жиеніме де, балама да, мен жиеніме қазір мысалы 10 жаста уже өзінің бір индивидуальный сұрақтары бар, соның барлығына сұрағанның бәріне көмектесуге тырысам, ақылымды айтуға тырысам, қолдауға тырысам. Осы жақында шашын қатты қиып тастап, негізі белінен төмен қысқа ұзын болған шашы, сосын қысқа қиып тастап менің сияқты. Оны өзім ойладым, ол маған қарап оны істеп жүр, өйткені жаңағы оған менің киіну стилім ұнайды, менің сөйлеу стилім ұнайды, мен сияқты істегісі келеді бірдеңелерді. Соны балам енді өзің байқа, өзі тікелей эфирде, жаңа шешесінің тікелей эфирінде өзі айтыпты, шаш деген өсет, ол деген түсеме тастайтын, шашым өсет деп өзі айтып отыр. Соны көрген қыздардың бәрі айтып отыр, енді бала өзінің қауын түсініп отыр. Ол
просто там басқа талпа қиытса екен деп қиып тастаған жоқ, ол өзі ұнатты сол шашты, сол шаш үлгісін ұнатқаннан кейін қиып тастағанын көрсетіп отыр, болды. И білмеймін, енді балаларға негізі сөзбен емес іспен үлгі болу керек та, оларға көрсету керек. Бала көрсеткен нәрсені ғана істейді, олар айтқан нәрсені істей бермейді. Бір кітаптан оқып едім, кітап оқы деп айтпай, өзің кітап оқы деп. Күміс кітапта ғой Бақытжан Бұқарбай жазады, жаңағы сіз балаларыңызға кітап оқыта алмайсыздар, өйткені өздеріңіз сотқа құшақтап жатасыздар, балам кітап оқы деп айғайлайсыңдар. Қалай ол оқиды дейді, сен өзің сотқа құшақтап жатсың, өзің телевизор көріп жатсың, а балаға кітап оқы деп айғайлайсың. Сен өзің кітап оқымасаң, ол кітап оқымайды ешқашан. Мен де балам сондай, мен келеді кітабын құшақтап, мама мынаны оқып берші, әлі оқу білмейді ғой енді. Сосын екеуміз жатып алып түнімен оқимыз соны, көз ұйқыға кеткенше ұйықтап қалады. Сосын ертеңіне сосын өзі айтып береді, не түсінгенін. Қазір кейбір ертегілерді өзіме айтып беретіндей уже жат жағдайға жетті. Негізі қандай тамаша сөздер деп ойлап отырмын, өйткені ол әйел мен ер адамның арасындағы теңдікке ғана емес, ЛГБТ мүшелері болсын, денсаулығында ақауы бар адамдар болсын, барлығын дұрыс қабылдауға үйретеді, барлығы ерекше екен. Менің де сіңілім бар, 11 жаста. Негізі мені осы мәселелер толғандырғаны, ол ата-анам, сіңілім барлығы Таразда тұрады. Және сіңілім айналасында дұрыс үлгі көрсін, мен оған дұрыс заттар жеткізейін деп осындай мәселелер толғандыра бастаған. Бірақ қазір жастардың арасында TikTok өте үлкен жақсы әлеуметтік желі болды. Маған қатты ұнайды, өйткені сіңілімнің түсіретін TikToktары андай, кім шашты сол жинасын, ол қыздың міндеті емес деген сондай кішкентай TikToктардан бастап, сондай бір құқықты қорғайтын видеолар түсіреді, өзіме қатты ұнайды. Кішкене сол арқылы болсын әсер ете алатын шығар деп. Сосын тағы да бір айырмашылық көргенмін. Осы жақында қайтыс болған қызға байланысты әлеуметтік желіде танысып, жігітпен танысқаннан кейін Алматы қаласында ғой деймін, ол қызды сол жерде Аяжанға байланысты. Сол жерде TikToktағы видеолардың астында адамдар қызды кінәламайды да, сол адамды жазалау керек, тағы басқа деп. Инстаграмда адамдар өте злые деп айтады ғой, олар керісінше не үшін танысты, өзі барды, өзі бүйтті деп нетеді. Сондай бір айырмашылықтарды байқаймын да. Барлықтарыңыз TikTokқа шақырамын. Мен TikToктың жастарын өте қатты қолдаймын. Өзім TikTokты көп көрмесем де, бірақ арасында кіріп, не тренд болып жатыр екен, не жаңалық болып жатыр екен, қайсы краш қайттан шығыпты деп сондайлар. Бірақ ұнайды, жастардың ой еркіндігі, адам құқығын қорғайтындар әрине арасында бар, бір-екі әзірге бір тентектер бар, жаңағыдай боқтап сөйлейтін деген сияқты. Бірақ дегенменен арасында өте көп жастар бар, жаңағы тамаша билейді, музыкамен қандай әдемі монтаж жасайды, монтаждың идеяларын күшті ойлап табады. Оның өзі қиял ғой, оның ертең содан сол бір кішкентай нәрседен ол үлкен нәрсе ойлап табуы мүмкін. Сол нәрсені көремді, біздің жастардың сол әдемі жаққа бұрылып келе жатқандарына қызығам, ұнайды маған. Посылдары өте жақсы. Осыған байланысты осы жастардың өнеріне, КВН немесе әртүрлі видеолары, әзіл қалжыңға толы видеоларда көп, білмеймін неге СНГ-да ғана ма, жалпы мен америкалық қатты юмор көрмеймін қалжыңдарды, бірақ бізде көп байқайтыным, көптеген қалжыңдардың арасында қыздарды кемсіту көп болады, қалжың қолданылады. Сол қалжыңдарға қалай қарайсыз? Ол керісінше қалжың арқылы мәселені жеткізу ме, жоқ әлде адамдар қалай көреді, солай қабылдай бере ма? Сіздің сценарийларыңызда қалай қабылдайды адамдар сондай? Жоқ, енді көрдіңіздер ме, білім жоқ пока халықта, олар әлі айыра алмайды ол нәрселерді. Осыдан алдыңғы бір 2 жыл бұрын ұмытпасам, Дана мен Мейіржан мен өте қатты құрметтейтін вайнер болып бастады ғой енді екеуі. Соларда болды жаңағыдай әйелді ұрып қалу, әйелді қылқындыру деген сияқты бір әзілдер болды. Оған Айна екеуміз жаздық, Дана Мейіржан бұлай болмайды, бұл сіздерге әзіл болып көрінгенменен сіздер проблемаға көзқарасты жеңілдетіп жіберіп жатсыздар. Сіздер проблема емес, бұл кәдімгі қарапайым қатарда өмірде болатын, күле алатын нәрсе деп көрсетіп жатсыздар дедік. Олар видеосын өшірді, кешірім сұрады, ол бізден емес, ол халықтан кешірім сұрады. Біз дұрыс істемедік деп, олар жаңағыдай сондай өздерінің отношенияларын көрсетті, олар түсінді ол проблеманы. И сондай нәрсе болу керек. Көрерменнің өзі талап етсе, мыналарың болмайды, мынау сексистік әзіл, мынау жаңағыдай харасмент әзіл, мынандай нәрсені әзілдеуге болмайды, бұл тақырыпқа жалпы бұндай нәрсені жасауға болмайды деп халықтың талап етсе, онда оларды тоқтатар еді.
Олар қазір әйтеуір рейтинг неге береді, соның барлығын ұрып көрсете береді ғой оларға. Өкінішке қарай әзілдердің барлығы солай болатын. Кезінде КВН-да біз онымен біраз уақыт алыстық, және көптеген жетістікке жеткенбіз ол кезде. Мен 2007-де, 2006-да біз КВН-ға келген кезде КВН-нің әзілдерінің бәрі мынандай болатын. Менің қызымның кіндігі домбыра сияқты, менің қызымның кіндігі гитара сияқты, менің қызым ауылдан келген, менің қызым қаладан келген, деген сияқты басқа әзіл болмайтын. Саяси әзіл болмайтын. Әдеби әзіл деген мүлде болмайтын. Біздің команда келді, бізге бәрі айтты, ой, сендер мынандай әзілдермен ешкімге өтпейсіңдер деді. Бізде Нұр Отанға деген қарсы әзілдер болатын көп. Жаңағыдай жігіт пен қызды салыстыратын әзілдер көп болатын. Сөйтіп халыққа біз сіңірдік ол нәрсені. Бізден кейінгі командалар сондай әзілдер ойнай бастады. Әркім өзінің жүрген жерінде бітті дән еге берсе, ол нәрсені реттеуге болады. Просто біз өзіміз жаңағыдай әрекетсіз отыра бермей, көрдік пе, ұнамады ма айтуымыз керек. Кешіріңіз, бұл әзіл маған ұнамайды. Дөрекі түрде емес, иттің баласы әкең ауыз деген олай емес. Просто айтуымыз керек. Маған мынау әзіліңіз ұнамады. Бұл менің құқығымды таптайды. Бұндай нәрсені сіз сияқты миллиондаған оқырманы бар адамға айту өте дұрыс емес деп айтатын болсақ, кез келген нәрсені реттеуге болады деп ойлаймын. Осыған байланысты батыста мысалдар бар ғой, батыс мемлекеттерінде культура отмены деген. Егер де солай қалжыңдаса, ұрса, ол адам бизнесына жаңағыдай тоқтаулар қойып, немесе ол адам сахнаға шығармау. Қазақстанда тіпті мысал келтіре алмаймыз, өйткені халық айтпайды, қандай болады. Тек осы The Queen-нің мәселесінде өзеннің жігіттерінің харасменті болмаса, сол культура отмены болғанын дұрыс па мысалға? Негізі өте өйткені ол азаматтық қоғамның белгісі. Қоғам ғана солай істей алады. Олар өздерінің құқығын талап ете алады. Ал бізде жоғары жақтан сәл жұлдыз болса, сол адамдікі дұрыс деген пікірді қалып аламыз да, оған сөз қарсы келмейді. Ол қызды қазір алаңға шығып қыз зорлаймын десе де, сенікі дұрыс, сен жұлдызсың ғой деп отыра беретіндей жағдайда қазір өкінішке қарай. Культура отмены негізі өте жақсы тәжірибе ол. Былтыр осы орыстың ана Рудковская емес, қайсы ана нені жүргізген, Орел и Решканы жүргізген қыз. Тодоренко. Тодоренко, сол фамилиясын ауыстыра беремін соғызын. Сол тоже естеріңде ме? Кәдімгідей одан Памперстің несі отказ беріп, жарнама бәленбай миллион оған ақша құйып отырған компаниялардың барлығы отказ берді де, ол өз сөзі үшін кешірім сұрады, қайта халықтан кешірім сұрады. Кешір, менікі дұрыс болмады деп. Бізде өкінішке қарай ондай мәдениет әлі күнге дейін жоқ. Егер жаңағыдай шын мәнінде, мысалы бізде тіпті Ернар Айдарлар халықты алдап, көзімізді бақырайтып қойып, өтірік лохотрон лотоларды ойнатты, бірақ әлі күнге дейін ол тойда жүр, әлі күнге дейін олардың әндері ойнатылуда деген сияқты. Сондай нәрсе өзіміз тәртіпке шақыра алмағаннан кейін біз вечно біреуден күтіп отырамыз, қашан бізге біреу көмектеседі екен деп. Ол сол халықтың сауатын жетіспеуінен. Әрине. Азаматтық емес қоғам бізде қазір өкінішке қарай. Бізде бір өздері сосын демократия сұрайды, но қайдан демократия болсын, сен егер өзіңнің құқығыңды білмесең. Не істеуіміз керек, қалай ойлайсыз? Осылай біз ғана, бізде енді адамдар саны аз, бізде оқырмандар 300 ғана да, мысалы енді бастап жатырмыз. Сізде оқырман көп, сіз жазасыз, тағы да басқа да біз көптеген блогерлар жазады. Одан бөлек мемлекеттік жүйеде ма, жоқ әлде білімді жүйеде ма, қалай әсер ете аламыз адамдарға құқықтарын көбірек білуге, сауаттырақ болуға, осындай заттар талап етуге? Маған сол тараптан негізі Украинаның тәжірибесі ұнайды. Олар да жаңағы Ресей империясының құрамынан кеткеннен кейін, СССР-дің құрамынан кеткеннен кейін бізбен қатар кетті ғой барлығы 90-шы жылдары. Сол кезде олар бірден жаңағы мектептерін таза украин тіліне ауыстырды. Әсіресе телевизиясындағы басшылығының жауапкершілігі маған қатты ұнады. Сол тәжірибені кейін естідім. 1+1 деген өздерінің белді арналары бар. Сол арна алады да бүкіл контентін таза украин тіліне ауыстырып тастайды. Сосын сериалдарды сатып ала бастайды. Америкалық әсіресе жаңағы Друзья сияқты сериалды сатып алады да украин тіліне аударып тастайды бүтіндей. Сөйтіп халықты сауаттандырады. Біріншіден ол америкалық контент, ол сапаның кепілі. Ол жерде жаңағыдай әзіл болсын, жаңағы жалпы моральдық бағдары болсын, оның өте дұрыс сериал, өте дұрыс әңгімелер айтылады.
соны украин тілінде жаңағы жасағаннан кейін халық украин тілін қолдана бастады. Бұрын орыс тілінде сөйлейтін халық. Одан кейін америкалық контентті қолдана бастады. Бізде ондай нәрсе болды ма? Бізде өкінішке қарай әлі күнге дейін үнді мен түріктің сериалына қарап отырмыз. Олардың өкінішке қарай көрсетіп жатқандары жаңағы сол әйел құқығының төмендігі, феминизм о жерде жоқ, ешқандай, жалпы адам құқығы өте нашар көрсетіледі ғой. Фатмагүл деген бір сериалын көріп, мен түріктердің мен жүрегім ауырған, мынандай сериалды жазған сценаристің жалпы дені дұрыс па деп ше. Жазуға болады ондай нәрсені. Кәдімгідей әйелдің құқығын таптап тастаған сериалды, келін сияқты сериалдар мүлдем енді сұмдық қой. И ол жағынан көбінесе ең көп әсер ететін, оны Ленин де айтып кеткен, негізі кино ол идеологияның құралы деген. Ол жалғыз кино емес, жалпы медиа үлкен идеологияның құралы. А біздің идеологиямыз қазір рейтингқа құл болып жатқаннан кейін, өкінішке қарай медиа сол жақта құл болып жұмыс істеп жатыр қазір. Медиа диктат алмай жатыр бізде. Медиаға керісінше халық өзі диктовать етеді, маған келінді көрсет, маған түрік сериалын көрсет деген сияқты. Ал медиа диктовать ету керек, сендер мынаны көрсеңдер, вот мынау дұрыс нәрсе деп. Бірақ оны тағы диктовать етіп кетсе, қорқасың тағы да мемлекеттің қару, өйткені бізде жаңағы жеке меншік емес қой, арналардың барлықтары мемлекетке қарап отырғаннан кейін таза сол розовый әлемді ғана көрсете ме деп қорқасың. Өкінішке орай шынымен де әлі өзгеріс жоқ. Нәрсе ол тәжірибе болған. Мен сол үшін жаңа қазіргі Қазақстан арнасының басшысы Ләззат Мұратовна таныспай Ләззат Мұратқызына қатты үлкен кәдімгідей респект айтқым келеді. 2005-те ме екен, жоқ сәл ертерек пе екен, ол кісі Астана телеарнасының басшысы болып барды. Сол арнаны ол ребрендинг жасады және Анатомия страсти сияқты сериалды көрсете бастады телеарнадан. Кәдімгідей бір жақсы қадам болып бастап келе жатты, бірақ бірінші маусымнан кейін жауып тастады. Өйткені білмеймін, жоғарғы жақтан тоқмаш келді ма, жоқ халық рейтинг аз болды ма, әйтеуір тоқтатып тастады. Сосын қайтадан жаңағы келін анау-мынауларға өтіп кетті. Енді рейтингтің құлы болып кетті деген сияқты. Бірақ сол кісінің сол кездегі жасаған ребрендингі прямо Астана арнасына жаңадан дем бітірген еді. Астана арнасы Ләззат Таныспай кезінде қандай болды, қазір қайтадан үні өшіп бара жатыр. Кезінде ол Ләззат Таныспай өліп бара жатқан каналды адам қылып қалып еді кәдімгідей. Я өкінішке орай қазірдің өзінде өзгеріс жоқ, өйткені Фатмагүл келін олар бұрын мен мектеп оқығанда шыққан кинолар болса да, қазіргі түріктің сериалдарының өзінде әлі де адам құқықтары қарастырылмайды, сондай әйелге енді бір-екі ғана сериал шыққан шығар, бірақ бұрыннан әлі де сол жағдай, халық соны көреді. Осыған байланысты, халықтың көруіне байланысты мектепте білім беруге сіз жұмыс істеген жоқсыз мұғалім болып, бірақ осы әдебиет қазақ тілі мұғалім ретінде, мен химия пәнінің мұғалімін негізі мамандық бойынша. Сол мектепте бағана сөзіңіз сияқты көптеген қазақ әдебиеті кітаптарындағы әйелдің құқықтары қарастырылған кітаптарда бізге үйретпейді ғой олай. Мұнда әйелдің құқықтары қарастырылған, тағы басқа бізге айтады, 20 бетін оқып кел, жаттап кел, оқып келесің, жаттап келесің, баға аласың болды. Ал түбіндегі мағынасын ешкім үйретпейді. Сол сияқты білім жүйесіне жаңағыдай жыныстық сауаттылыққа байланысты сабақтар, осындай тәрбие сағаттары болу керек пе жоқ әлде осы система бізде негізі дұрыс емес екенін білемін, бірақ қалай өзгертуге болады? Мұғалімдерде уақыт жоқ оны түсіндіріп отыратын, немесе система талап ете ме? Неліктен мемлекет соны қолға алмайды? Осылай үйретейік деп. Қазіргі жүйеге біздің білім алғанымыз керек емес болып тұр, өкінішке қарай. Сондықтан мен уже мемлекетпен де күресуден де шаршадым, жүйемен де күресуден де шаршадым. Оған айтасың, ол бәрібір жартасқа бардым, күнде қайсалдым, одан да шықты жаңғырық деп Абай айтпақшы. Күле қарайды. Сосын одан да мен интернет арқылы көбірек аудиторияны қамтысам, көбірек айтсам, мен осы жалпы феминизм тақырыбы басталған кезде мені көп интервьюларға шақырып кетті да, кезек-кезек ана арнаға, мына арнаға, сосын жаңағы YouTube арналарға шақыра береді. Сосын уже жалға бастадым да, мен бір нәрсені айта беремін, бірақ сұрақты қоя беремін, мынау не деп. Сосын шаршап кеттім де, бармаймын енді деп ойлап отырғам. Сосын жаңағы Айгүл Ақсанбиева деген режиссер досым бар, сол айтты, сен дейді Алматы арнасына барсаң, сені 20 мың адамның, Алматы арнасын көретін 20 мың адамның 500-і ғана тыңдайды. Сен сол 500 адамға уже феминизм не екенін түсіндіріп кеттің. Одан келесінде Қазақстан телеарнасына барасың, Қазақстан телеарнасының 50 мың көрерменінің тағы да 50 адамы сені көреді. Сен 50 адамның басына уже феминизм деген не екенін салып кеттің. Одан да
айта бер, бір точкаға ұра бер. Сол кезде ғана нәтиже шығады. Ол сен бір-екі рет айттым, бір-екі сұхбатта айттым деп, сен оны айтпай кететін болсаң, оны басқа адамдар көре алмай қалады. Мысалы, Тимур Балумен болған сұхбатты там 100 000 адам көрген шығар, иә? 19 миллион адам бар Қазақстанда. Ол 19 миллионға жеткізу үшін, оны еще жеткізуден бұрын оны сіңіру үшін әлі көп жұмыс істеуіміз керек. Күнделікті жұмыс істеуіміз керек. Айналамызбен жұмыс істеуіміз керек. Өйткені мен мысалы қазір сайрап отырмын ғой, феминизм деп, мысалы, менің күйеуім мүлдем басқаша ойлауы мүмкін, менің балам басқаша ойлауы мүмкін, менің туған бауырым ол мүлдем басқаша ойлауы мүмкін. Сондықтан ол үйдегі де жұмыс, ол тек қана жаңағыдай сыртқа шығып, әй, мына халқым, мына феминизм, осыны құрметтеңдер, осыны ұстаныңдар деп емес, ол үйдегі де жұмыс. Үйде де сен керексің оның қандай болатынын. Үйге кіріп қайтадан мен ер адамнан бір саты төмен тұрамын деп жүрмейді. Тағы да бір қызық зат бар. Негізі адамдардың неге қазақ қоғамында всем не все равно. Мысалға, менің қазір жасым 26-да, айналадағы адамдардың барлығының айтатыны әйел бақытын тілеймін, күйеуге шығу керек, тағы басқа, иә. Күйеуге шыққаннан кейін қашан бала туасың дейді, бала туғаннан кейін қашан екіншісі болады дейді. Сосын үйде отырып қалсаң, сен дипломың киіп кетті, жұмысқа шықпайсың ба? Жұмысқа шықсаң, үйде кім болады, наводитель үй, тағы басқа деп. Қазақ халқының неліктен бір-бірінің өміріне солай өте қатты кірісіп қарағанды жақсы көреді. Бізде көп жағдайда подмена понятия ғой, бізде шынымды айтсам. Өйткені ұят деген нәрсені біз ауыстырып алғанбыз. Мысалы, қызды зорлау ұят емес. Бірақ зорланған болу, сені зорлап кету ұят та. Қалай ол? Сол ұғымды мен әлі күнге дейін миыма кіріп шықпайды. Мысалы, көшеде біреуді басып кету ұят емес, оны жемқорлықпен шешіп алу ұят емес, бірақ сол жаңағы мүгедек болып жату, соның кесірінен жаңағы белгілі бір құқықтарынан айырылып қалу, ол ұят. Оны айтуға, балаңды біреу жаңағы өзіңнің туыстарың зорлап жатса, оны айту ұят. Бізде сосын жаңағы өзіңнің жаңағы елге, отанға қатысты сұрақтарда, өзіміздің құқығымызға қатысты сұрақтарда біз не шешеміз дейміз де, бірақ үйіміздегі сіңіліміздің, жаңағы құдашамыздың отбасына араласу ұят емес. Оған біз араласамыз, ол біз үшін өте маңызды сұрақ. Біз өзіміздің құқығымызға қатысты, өзіміздің өмірімізге, болашағымызға қатысты сұрақтарға араласпаймыз, бірақ құдашамыздың неге күйеуге шықпай жүргені бізді қатты алаңдатады. Оның екінші бала таппай жүргені бізді қатты алаңдатады. Неге? Менің баламның алып жатқан білімі ужас екенін біле тұра, мен ол нәрсеге араласпаймын. Бірақ құдашамның анау жатырында не болып жатқанын маған срочно білу керек. Не істейсің сен ол ақпаратпенен? Маған да сол сұрақты көп қояды. Мысалы, сіз неге ұлға ұқсайсыз дейді. Мен айтамын, мен жарайды, саған жауап беремін. Сен ол ақпаратпен не істейсің? Это же мусор. Просто информация емес, ол мусор. Сенің миыңды қазір просто зорлап жатыр. Басқа ақпарат керек емес саған ақпарат. Сенің миың қазір тұншығып жатыр. Дұрыс ақпарат алуға тырысшы, Құдай үшін. Өзіңнің құқығың үшін күресші. Саған бөтен қыздың жатырында не болып жатқан, саған не үшін қажет ол ақпарат? Ну вот от этой информации саған вообще вот мұртыңда қисаймайды ол ақпараттан. Но біздікілерге вот сол қызық. Құдайға шүкір, менің оқырмандарым вот қазір соған үйреніп алған, иммунитет қалыптастырып алған. Көбісі жекеге жазады, міне сіздің арқаңызда сіздің айтқан жауаптарыңызды айтам. И от меня отстают дейді кәдімгідей. Кейін көрші сериалын көргеннен кейін әйелдерде, қыздарда соны көрген өз бір азын-аулақ қыз-келіншектер бар Қазақстанда. Солар өздеріне сенім пайда бола бастады. Мен көп бере алады екен ғой. Менің өмірім ол менің өмірім екен ғой. Менің бұтымның арасында болып жатқан әңгіме ол вообще сіздің өміріңізге қатысы болмау керек. Мен кімді қалаймын, ол вообще не ваши проблемы. Соны енді ғана түсініп жатырды. Сондықтан енді ол ауру ғой, халыққа миына сіңіп кеткен. Мен өзім айтамын достарыма, жалпы кейде жаңағы бір жеңгелерім болады, кейде тұрады, әй, екіншісін қашан туасың деп осылай сұрайтын. Сосын мен айтамын, енді бұйырған күні болады. Ол маған, мен бір жағынан түсінемін, ол маған бір жамандық ойлап тұрған жоқ. Просто оның кішкене білімі жетпей тұр менімен басқа тақырыпқа әңгімелесуге. Менімен мысалы кино тақырыбына, тарих тақырыбына, кітап тақырыбына, компьютер тақырыбына, не знаю, кез келген басқа тақырыпқа сөйлесуге болады, бірақ ол кісінің білімі жетпей тұрды. Сондықтан ол өзінің білетін нәрсесі, ол
экинчи бала качам болду. Өйткөнү бала тууралуу такырыпты козгоого болот. Иә. Ол халықтың мен алдында осы тақырыпқа ойланғанда анама айтып жатырмын да, ол деген мүмкін халықтың бос уақыты емес, істейтін басқа жұмысының жоқтығынан, иә, қызығушылықтардың жоқтығынан. Жұмыс көп қой, қызығушылық көп, бірақ олар вот басқа қызығушылыққа ауысып кеткенде, құндылықтар ауысып кеткен кәдімгідей. Өздерінің өмірлерін қатыратын өмір уақытын олар қазір біреудің өмірін шұқылауменен өткізіп жатыр. Это же просто издевательство. Мен жаным ашиды, анау қалаулым көріп, соны обсуждать етіп отырған қыздарды, жас қыздарды көрген кезде, жарайды, ана ата әжелер уже, просто олар енді не істейді, олар басқа. Жарайды, көре берсін олар. Но жас қыздар сонымен айналысып жатқан кезде, жаным ау, сенің өмірің босқа өтіп жатыр, ана екеуінің дауын көрем деп отырғанда, сенің өмірің қазір просто вот на горшке сидит и больше не встанет оттуда деп айтқым келеді. Біз тәжірибе көрген ТикТокта. ТикТокта 41-й деген аккаунт бар, сол жерге әртүрлі біздің алдында жасаған шығарылымдардың видеоларын салдық. Және де қызық болсын деп бір қалаулымдағы жұптың атымен қыз бен жігіттің атын жазып, ТикТок аккаунт ашып, сол видеоларын салған кезде, енді просмотрлардың айырмашылықтары өте үлкен, подписчиктардың өсу деңгейі өте үлкен. Қалаулымға бірден жазылады адамдар. Ана Садық Шерімбек деген осы қазір қазақтың тоже блогері бар, жазушы, соның 100 деген кітабы бар. Соның бөлімі қатты ұнаған маған. Сен айтады, сен қазір отырсың компьютердің алдында, телевизордың алдында, телефоныңның алдында, сенің өмірің қазір өтіп бара жатыр. Сен көңіліңді көтерем дегенше, сенің өмірің барлығы өтіп кетті, жаныңнан өтіп кетті, сен байқамай да қалдың оны дейді. Бүкіл мүмкіндіктер қасыңнан өтіп жатыр. Сен просто ай қарап, біреудің өмірін қарап, біреудің артын аңдып отырдың. Не болдың ал? Сол бөлімін бір андай бір мотивационный видео қылып шығарғым келеді ше, кәдімгідей. Ұзақ бөлім, соны бір редакциялап, қысқартып, шағын ғана 1-2 минуттық видео қылып шығарғым келеді. Ананың сөздері ащы енді ше. Миыңды тоңқайтып жіберген кәдімгідей. Бір андай қорытынды сұрақ болсын, қалай ойлайсыз, қашан біз осы жақсы қоғамға, қауіпсіз қоғамға, санасы өзгерген қоғамға келеміз? 4-ші қызға ұл болсын деп ат қоймай, сен сол үйдің күлімен кіріп, отымен шық демей, 40 үйден тыйым жасамай, поколение өзгергенде ма, жоқ әлде бір тағы да бірнеше ғасыр керек па? Осылай біздің батыс елінің феминизмына теңдігіне жету үшін кішкене. Жалпы тарихты оқып, көріп, сараптап отырсаң, осы проблемалар баяғыдан болған. Баяғы адам ата Хауана пайда болған бастап осы проблема болған. Просто тарихи сахна өзгеріп жатыр, адамдар өзгеріп жатыр, но проблема те же остаются, короче. Біз қайда өзгеріп жатқан жоқпыз. Я интернет дамып жатыр, я электричество там жұмыс істеп жатыр, я компьютерлар біз үшін роботтар жұмыс істеп жатыр, но адам санасы сол қалпы әлі бір орында, короче, тұр. Но тағы да сол болашақтан үміттіміз. Мағжан атамыз айтқанша, жастарға сенеміз. Мен сол жастардың сағы сынбасын деп жұмыс істегім келеді. Жастар өзіне сенімді болса екен, 1-2 өздерің сияқты жастар келіп, сұхбат беріңізші деп, қай жағдай болмасын, қандай уақыт болмасын, келісім беруге, жаңағыдай бүкіл жағдайын жасап беруге тырысам, өйткені сәл болса да, өйткені айтып отырмын ғой, адам ол мозаика. Сол біздің айтқан сөздеріміз, әйтеуір бір адамға, қазір осыны тыңдап отырған міне 44 адам бар ма, сол 44 адамның 4 адамы хотя бы бір өздеріне ой түйіп, жүректеріне бір жаңа бір сенім ұялата алса, біздің миссиямыз орындалды деген сөз. Ол аяқ астынан қазір 19 миллионның бәрі все, Перизат айтты, феминизмді қолдаймыз, мемлекетті өзгерту керек, деп кеткен ол жұмыс істеп, эволюциялық түрде сөйтіп дамаймыз. Қазіргі балалар, мысалы, бәрі таңғалады, мысалы, қазіргі балалар туа сала іштен сотканы свайп етеді деп ше. Бір жастағы бала, ол свайп етеді деген не екенін білмейді, бірақ ол уже свайп етеді сотканы. Неге? Өйткені эволюция заңы. Бізден туып атқан балалардың барлығы бізден асып туады. Қайткен жағдайда. Біз өзіміздің ата-анамыздан асып тудық. Біздің ата-анамыз ата-әжемізден асып туды. Сондықтан жастарға сенеміз. Жастар әйтеуір осы біз беріп жатқан ақпаратты, біздің жаман жасап жатқан тәжірибелерімізді түсініп, көріп, мынау нәрсе дұрыс болмапты деп сол тарихтан үйренетін болса, бірдеңе бізде бір жақсы нәрселер шығады болашақта деп ойлаймын. Сол үшін жұмыс істегім келеді. Жастарға сенім берумен айналысқым келеді. Жастар өздерінің аяқтарын нық басып,
ауыздарындағы әрбір сөздерін нық айта алатындай жағдайға жетсек, бізде бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Сіздің осы мақсатыңыздың бір шагы жасалды, өйткені мен өте қуаныштымын сіз келіскеніңізге. Сізбен былай өмірде тікелей эфирде сөйлесіп көргеніме, себебі сұхбаттарыңызды көріп әңгімелескім келетін. Шынымен де рахмет сізге үлкен. Бізге жазылған бір 300 адамның бәрі осы тікелей эфирді көріп шықса, өте жақсы ойлар алады деп сенемін. 1 сағат уақытыңызды алыппын. Рахмет үлкен. Сіздерге рахмет. Сау болыңыз. Үміттенемін. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті достар, біздің парақшаға жазылуларыңызды сұраймыз. Бізде көптеген эфирлар болады. Перизат ханымға тағы да рахмет айтамын. Эфирлардан бөлек біз посттар салып отырамыз. Қазақ тілінде теңдік мәселесін, қоғамдағы әртүрлі мәселелерді көтеруге тырысамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Рахмет. Осы эфир сақталады, достарыңызға жіберуіңізге болады.